Арша. Түркі тілдес халықтар арасында атауы ортақ арша ағашы туралы айтатын боламыз. Арша, ағылшыншасы Juniperus, Можжевельник, кипаристер тұқымдасына жататын ағаш және бұта түрлері өсетін мәңгі жасыл қылқан жапырақты өсімдік. Таралуы. Аршалар түр тұқымына қарай әдетінше солтүстік жарты шарымыздың Арктикадан субтропиктің таулы аймақтарына дейін кең таралған. Үлкен көлемді, биіктігі 10-15 метрге жететін ағаш тәрізді аршалар ашық ормандарды құрастырады. Бұндай өзіндік түр жамылғысы көбінесе жерорта теңізіне, оңтүстік батыс Азия, орталық Азия, қайдағы жоқ Туту Мексиканың құрғақшыл облыстарына және солтүстік Американың оңтүстігіне тән. Бірақ бұндай ормандар әдетте үлкен аудандарды қамтымайды. Ал аршаның басқа түрлері кішігірім ұсақ ағаш немесе биік бұталар болып келеді. Олар орман қабаттардың 3-ші қабатында және ашық жапырақты немесе қылқанды орман ағаштарының көлеңкесінде өсетін. Кейін олар құртылған кезде кей-кейде олардың орнына өз тоғайларын құрастырады. Бойлары тапал, жайылып төселіп өсетін түрлерінің мекендеу ареалы тасты бетке және жартастарға тән келеді. Бұл дегеніміз орманның тауға шығатын шекарасының үстіңгі бөліктері. Елімізде бұл тұқымдастың негізгі 3 түрі кездеседі. Оның бірі өте сирек, қызыл кітапқа енген Қазақстанымыздың Қаратауының оңтүстігінде Талас алатауына кездесетін Зеревшан аршасы, және Түркістан аршасы, және жартылай шар тәрізді арша. Ботаникалық сипаттамасы. Арша тұқымдасы түріне байланысты жайыла өсетін бұта және биіктігі 20-30 метрге жететін тік өсетін ағашқа дейін алуан түрлі өсімдік. Орташа өмір сүру жасы 200-300 жыл. Бұлардың ең кәрісі Крымдағы Сарыш мысында орналасқан, биіктігі шамамен 15 метр болатын, ал диаметрі 5 метрге жететін, жасы прикиньте 2000 жылдан асқан не деген ағаш? What? Bro, what are you talking about, man? Бұндай өмір сүру ұзақтығы тұқымдастың қылқандыларға тән баяу өсумен айқындалады. Бәлкім тұқымдастың ең тез өсетін түрі Қытай аршасы. Бұның барлық дерлік сұрыптары жылына 20 см қосады. Және әрине бұндай көрсеткіштер топырақ құнарлылығының күтімінен тәуелді өсім. Ағаштың бүршіктері жалаң, қабыршақсыз, кейде қыстырылған, қысқартылған жапырақтармен қоршалған. Тек сүйекті аршада сансыз тығыз келетін қабыршақтары бар. Жапырақтары туралы айтатын болсақ, күлте бастарында үшеуден келеді. Олардың формасы ине және қабыршақ тәріздес, ұзын ланцетті келеді. Жас өсімдердің жапырақтары қылқан тәрізді келсе, ал ересектердікі ұсақ қабыршақты бүршіктеріне жабысқан келеді. Аталық масақтары дара немесе бірнешеуден, өткен жылғы бүршіктердің жапырақ қолтығында немесе бүйір бүршіктердің соңында өседі. Олар 2-2-ден, қарама-қарсы немесе күлте баста 3-3-тен қабыршақ тәрізді аталықтармен, әрбіреу көлбеу орналасқан 3-6 жылынатын тозаңдықтармен, ал аналық масақтары әртүрлі формалы қысқартылған қолтық бұтақтарында жайғасады. Мысалы 3 немесе 4 болатын күлтебас болып бір масақта өседі. Аршаның жеміс бүрісі жидек тәріздес, қақырамайтын тегіс жұмылған біртік қабыршақтарымен, шар тәріздес немесе бірнеше ұзартылған 1-ден 10-ға дейін дәндерімен. Жеміс бүрісі 2-ші жылға таяғанда пісіп жетіледі. Көбейтілуі. Аршалар түрінің көбісі жарық сүйгіш өсімдіктер. Көпшілігі құрғақшылыққа төзімділігімен және топырақтың жағдайына талап етпеушілігімен көзге түседі. Дегенмен жеңіл және құнарлы топырақты жақсы жайылып өседі. Суға төзімділігі түріне байланысты тіптен әртүрлі. Аршаның кейбір түрлері субтропиктік зонада ғана өссе, ал біреулері арктикалық зонада өздерін жақсы сезініп, төзімді келеді. Аршалар дән ұрықтарымен көбейеді. Бұл ретте көктеуі әдетінше егуден кейін 1 жылдан соң шыға бастайды. Қалемшелермен көбейеді. Оларды күз басында дайындай бастайды. Бұрып апарумен көбейтіледі. Көбінесе жайылатын түрлері. Телу арқылы көбейтіледі. Аса сирек құнды түрлерін оған ұқсас немесе жақын экземпляр түріне телу арқылы көбейтіледі. Мәнділігі және қолданылуы. Халқымызда ағаштар анасы Арша деп жай айтылмаған. Өйткені Арша ағаш фармацевт деген атымен биологияда танымал. Осы өсімдік бөлетін фитоноциттер адам денсаулығына ем болатын таза ауа тудырады. Мәселен, ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, Арша жылына орта есеппен 1 тоннадан аса шаңды жұтып, айналасына 1,5 мың литр оттегі бөліп шығарады екен. Ал Арша орманның 1 гектары жылына 18 миллион текше метр ауаны көміртегі газдан тазартып, 50-65 тоннаға дейін шаң тозаңды зиянды газдардан арылтып сүзіп отыратын көрінеді. Жеміс бүрілері ежелден медициналық практикада қолданылады. Бұлардан жасалынған дәрі препараттар кеңінен бүйрек ауруы және қуық ауруларының қабынуына қарсы жазылып беріледі. Және арша қайнатпасының сыртқа қолданудағы пайдасы жоғарғы әсерлі болып саналады. Бұны дерматит әртүрлі экзема түрлеріне емдеуде кеңінен қолданылады. Аршадан жасалынған май, ревматизм, полиартрит, невралгия және радикулит, құдай сақтасын, мұндай терминдерден болған жағдайда жақсы пайда болады. Ал
арша тамырларының өкпе туберкулезі, бронхит, тері ауруларына қарсы қолданылады. Бұтақтарының қайнатпасын аллергия болғанда ұсынылады. Ағаш сүрегін қарандаш және арнайы таяқ дайындауда жақсы қолданыста. Көгалдандыруда бұл ағаштың құндылығының кішкентай бөлігін үстінде айтып шықтық, бірақ оған қоса бұл тұқымдас түрлерінің сәндік мәні де еш жерінен кем емес. Ағаш тәрізді және биік бұталы аршалар бақ алқаптарына кішкентай топ және айрықша бөлек дара көшеттері болып өседі. Тапал бойлы жерге төселіп өсетін аршаларды қия беттерді жабынуда және бекіту үшін қолданылады. Оған қоса жар тасты және тасты бақтарда дәл солай пайдаланылып, композиция құрастырып сәнденіп өсіріледі. Аршаның кейбір түрлері бұта терек шарбақ жасауда пайдаланылуы мүмкін. Оның үстінде қорғаныш егіс ретінде және орман паркте көшет ретінде кең қолданыста. В общем, қорытынды. Арша тік өсетін ағаштан бастап жерге төселіп өсетін бұтаға шейін мәңгі жасыл, қылқан, жапырақты, жарық сүйгіш, топыраққа аса претензиясы жоқ, көп өмір сүретін, құнды, пайдалы, сәнді, әдемі, келбетті, сұлу ағаш өсімдік. Ал соңында YouTube'тан табылған Мерей бауырымыздың жалғыз арша әні қабыл алыңыз. Жүрек сол қалқай, мұсылман шоқ. Кешкен қайдан бір көскен сәулем едім. Ғұмырың азба көпте